Қысақсын жегеннің пейілі тарылады. Қайырлы күн. Ішімдегіні шығару үшін сіздерден басқа ешкімді таба алмадым. Есімім Закира. Жамбыл облысының тумасымын. Жамбылда жұмыс реті болмай, Алматыға келгелі 7 жыл өтті. Бар жерде жұмыс жасадым. Асхана қызметкерінен бастап, кеңсе қызметкеріне дейін. Алла берген 4 балам үшін кез келген жұмысты жасаймын. Арланбаймын. Балаларымның тамағынан арамас өткізбесем болды. Сол соңғы қызметімдегі басшылықтың бет қалыңдау болды. Жұмысқа итше жегіп, табан ақымаңдай терімді бермей қорқылды. Кейбір санасы соқыр, көңілі нас бастық сымақтар кісақысын жеп, өз қара көздерінің еңбегін қанап, қай пұшпаққа шығам деді. Болмасты әңгіме етіп, кірлемегенді кірлетіп, болмағанды болдырып, заңды жұмысқа тұрсақты тапқан табысымыздан тартқылап қалуды әдет қылды. Әдеті 30% ұстап қалу. Өзгермейтін қағида. Әр айда солай. Көндіккендер көндікті, көндікпегендер жұмыстан кетті. Адамдық қайда? Әрбір үйде шикі өкпе балалары бар емес пе? Олардың аузынан жырып, олардың ырзығына қалай ортақ болуға болады? Жетісіп жүрмегеніміз көрер көзге аян емес пе? Жұмыссыз қалмас үшін өзімді қинап жүрмін. Ай сайын бір себеп тауып, бірдеңе сынбаса да қысқартулардың бітетін түрі көрінбеді. Жеке меншік жұмыс орны болған соң айлығымызды әрқилы болатыны да түсінікті ғой. Бел ауырмай, тапқан ас қортылмай қалады. Кісақысын жегеннің пейілін Тәңір алады. Демесін пенде адасып, арам ас бойға жығады. Арамдық жасап алданба, бір күні сұрақ болады деген Бұхар бабамыздың сөзін іштей күбірлеп қоямын. Адамдығын тірідей өлтіріп, теңге деп талтаңдап жүргендер менің сөзімді қайтсын. Құрметті оқырман, ой сараларлық әңгімені тыңдағандарыңыз үшін алдын ала рахмет. Лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.